Қайырлы күн, 7-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Америка құрама штаттарында құлдық қалай жойылды деп аталады. Сабақ барысында сіздермен бірге трансатлантикалық құл саудасының қалыптасу себептерін анықтаймыз. ақш-тағы құл иеленушілік туралы ақпарат аламыз. ақш тұрғындарының құл иеленушілікке қатысты көзқарасын түсінуге тырысамыз. ақш-тағы азамат соғысының себептері мен салдары және нәтижесі жайлы талдаймыз. Ұлы географиялық ашылулар уақытынан бастап Америка құрлығында құл иеленушілік пайда болған еді. 2007 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы арнайы қарарымен 25 наурызды трансатлантикалық құлдық құрбандарын еске алу күні етіп жариялады. Ал 2015 жылы Нью-Йорк қаласында қайта оралу кемесі атты мемориал тұрғызылды. Өйткені 400 жыл бойы Африкадан Америка құрлығына 17 миллион адам әкелінген екен. Еуропалықтар Африкаға келгенге дейін мұнда құлдықтың алуан түрі болған еді. Құлдар әдетте үй шаруасына, жалдамалы жауынгер болып алық шепте жүруге, діни рәсімдер кезінде құрбандыққа шалуға пайдаланылды. Қоныс аударушылар Солтүстік Америка құрлығын отарлап алғаннан кейін жаңа жерлерді игеруге жұмыс күші қажет бола бастады. Алғашқыда бұл іске Американың байырғы тұрғындары тартылды. Алайда олар атамекенінде құл болудан бас тартып, жат жерліктерге қатты қарсылық көрсетті. Ақ нәсілділер тегін жұмыс күшін іздеп Африкаға аттанды. Мұнда тайпалар арасында қарулы қақтығыстар жиі болып тұратын. Тайпа көсемдері тұтқынға түскен жауынгерлерді құлға айналдырып жұмысқа салушы еді. Алайда оңтайлы сәтте құлдар қашып кетіп, қайтадан қауіпті қарсыласқа айналып шыға келетін. Ақ нәсілділер сапарының мақсаты белгілі болғанда, тайпа көсемдері сандарын шапалақтап қуанды. Олар тұтқындарды жағалаудағы европалықтардың қоныстарына апарып, қажетті бұйымдарына айырбастай бастады. Ал ақ нәсілділер болса, кемелерін тұтқындарға толтырып, Америкаға апарды. Осы жерде тірі тауарлар аукцион арқылы плантаторларға немесе ірі жер иеленушілерге сатылды. Африкадағы Мали, Гана, Сонгай мемлекеттері құл саудасының арқасында қазынасын қаржыға толтырып алды. 1619 жылы Виргиния жағалауына құлдар тиелген алғашқы кеме тоқтады. Құлдар бірден сатып алынып, мақта өсіретін плантациялардағы жұмысқа жегілді. ақш-тың оңтүстік штаттары мақта, шай, темекі, жүгері өсіруге қолайлы аймаққа саналғандықтан тегін жұмыс күшіне сұраныс артты. 19 ғасырдың ортасынан бастап құл саудасы бәсеңдей бастады. Оған аболюционизм, яғни негрлерді құлдықтан босату қоғамдық қозғалысының басталуы себепкер болды. 1807 жылы президент Томас Джефферсон ақш аумағына құлдарды әкелуге тыйым салды. Алайда ел аумағында құл иеленушілік сақталып қалды. 1850 жылы қашқын құлдар туралы заң қабылданды. Қожайынынан қашқан құлдар өзгелерге сабақ болу үшін қатаң жазаланды. Құл иеленушілікке қарсы 1859 жылы аболюционист Джон Браун көтеріліс ұйымдастырды. Бірақ нашар ұйымдастырылған қарсылық қозғалысы жеңіліске ұшырады. Енді негрлерге бостандық әперумен құпия ұйымдар айналыса бастады. 1830 жылы жасырын темір жол атты ұйым осы мақсат үшін құрылды. Бұрынғы күң Гарриет Табмен қожайынынан қашқан құлдарды жасырын жолмен солтүстік штаттарға өтуіне көмектесті. Аболюционистік қозғалысқа жазушы Гарриет Бичер Стоу да белсенді түрде қатысты. Ол Том ағайдың лашығы атты романында америкалық құлдардың аянышты тағдырын суреттеді. Америка құрама штаттарының солтүстік штаттарында құлдарға деген қарым-қатынас жұмсақтау болды. Себебі фермерлік шаруашылық пен өнеркәсіпті дамыту біліктілігі жоғары жұмыс күшін қажет етті. Сондықтан өндіріс орындары үшін құлдар еңбегі тиімсіз еді. Солтүстік штаттарда біртіндеп құл иеленушілікке тыйым салына бастады. Оңтүстік штаттардың ауыл шаруашылығында мақта өсіру басым болғандықтан құлдардың тегін жұмыс күші пайдаланылды. Американың мақтасы Еуропа нарықтарында
жоғары сұранысқа ие болды. Мақтаның ақшасына машиналар мен құрал жабдықтар сатып алынды. Оңтүстік штаттар әлемнің барлық елдерімен еркін сауда жасады. Солтүстік штаттар өз мүдделерін қорғау мақсатында импорт тауарларға салықтар енгізді. 1860 жылы ақш аумағында екі ірі саяси партия пайда болды. Республикашылдар солтүстік штаттардың, ал демократтар оңтүстік штаттардың мүддесін қорғады. 1860 жылы Америка құрама штаттарының президенті болып, республикашылдар партиясы атынан Авраам Линкольн сайланды. Ол құл иеленушілікке жаны қас адам еді. Жаңа президентке қарсылық ретінде 1861 жылы оңтүстік штаттар ақш құрамынан шығуға шешім қабылдайды. Олар Американың конфедеративтік штаттары деген атаумен жеке мемлекетін құрды. Біртіндеп олардың қатарына өзге штаттар да қосыла бастады. Олар президент етіп Дэвис Джефферсонды сайлап алды. Джефферсон өз сөзінде конфедерация аумағында құл иеленушілік жойылмайтынын мәлімдеді. Ел екіге бөлініп, ақшта азамат соғысы басталды. Алғашқыда солтүстік штаттар шайқаста жеңіле бастады. 1862 жылы 30 желтоқсанда президент Линкольн ақш аумағында құл иеленушілікті жою және құлдарға бостандық сыйлау туралы заңға қол қойды. Мұны естіген оңтүстік штаттағы құлдар ретін тауып қожайындарынан қаша бастады. Олар солтүстік штаттар армиясына қабылданды. ақштағы азамат соғысы 1865 жылы солтүстік штаттардың жеңісімен аяқталды. Оңтүстік штаттардың ірі жер иеленушілері құлдарға бостандық әперген президентті кешіргісі келмеді. 14 сәуір күні Авраам Линкольн театрда спектакль тамашалап отырғанда актер Джон Уилкс Бут тапаншадан оқ жаудырып қастандық жасады. Линкольннің өлімі құл иеленушілікке тыйым салу үрдісін тоқтата алмады. 1865 жылы 18 желтоқсанда ақш конституциясына 13-ші түзету енгізіліп, елдің барлық аумағында құл иеленушілікке және мәжбүрлі еңбекке тыйым салынды. Алған білімімізді бекіту үшін тапсырмаларды орындайық. Дұрыс жауабын белгілеңіз. Дұрыс жауаппен сәйкестендіріңіз. Үйге тапсырма. Авраам Линкольн және ақштағы азамат соғысы тақырыбына эссе жазыңыз.